pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Selam dostlar, bugün sizlerге мен осындай круассанның жасалу әдісін көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең бірінші бір стакан сүт, оған бір қасық ашытқы, bir шай қасық тұз, bir қасық қант, және жарты стакан су май қосамыз. Оның үстіне керегінше ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның бетін салафанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырды алып, жақсылап илейміз. Оны илеп болғаннан кейін бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бөлінген қамырларды алып, жұқа қылып жаямыз. Оның бетіне ерітілген маргаринді жағамыз. Дайын болғаннан кейін оны тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағаттан кейін дайын қамырымызды аламыз. Оны бірнеше бөліктерге бөліп жаямыз. Оның ішіне әртүрлі тозаттың түрлерінен салсаңыз болады, немесе қолдан шоколад жасап салсаңыз болады. Осылайша барлық круассандарды дайындап аласыз.
Дайын болған круассандарды 180 градуста қызып тұрған пешке салып пісіресіз. Осылайша круассандар қытырлақ әрі дәмді болып піседі.